Бәріңізге сәлем, мен Мардан. Кітаптың есімі Кодекс Гагас. Зерттеушілер бұл кітапты шайтанның жазғанын айтып отыр. Бұл кітап туралы әртүрлі аңыздар құлақтан құлаққа жайылып келеді. Кітапта жазылған жазулар ешқандай өзгермеген. Әріптердің арасындағы қашықтық барлығы бірдей. 1400 жылдары бір оқиға болды. Швед әскері соғыс кезінде үлкен бір шұңқырға түседі. Түскен шұңқырның 100 жылдан бері ашылмаған ескі бір храмға тиесілі құпия бөлме екендігін түсінген әскер бөлменің ішінде айналып жүрген кезінде аяусыз түрде бір қабырғаның ішіне көмілген бір әйелдің мәйітін көріп қалады. Бұл әйелдің мәйіті сол кездің өзінде сүйекке айналған. Бірақ қабырғаның ішінен сыртқа қарай әйелдің қолынан шығып тұрғанын байқайды. Тірі күйінде қабырғаның ішіне көмілген осы әйелдің сүйекке айналған қолының көрсетіп тұрған жерінде ақылдарды тоқтатып қойған бір нәрсе бар еді. Қорқынышты бір кітап. Бірақ бұл кітаптың ішінде қандай нәрселер жазылған еді және кім дәл осылай қорқынышты тәрізде құпия ретінде ұстағысы келген еді. Сондай-ақ бар екендігі белгісіз болған бір храмның құпия бөлмесінде. Швед әскер кітапты тапқан жерінен шығаруға тырысады, бірақ ауырлығына таң қалады және көтере алмайды. Өйткені бұл дәу қолдан жазылған кітап 72 килограмм ауырлығында және ұзындығы шамамен бір адам бойымен бірдей еді. Кейін швед әскерге көмектесуге келген көмекшілермен бірге кітап тұрған жерден шығарылып және храм басқарушыларына беріледі. Дін адамдары жасаған зерттеулер нәтижесінде 1200 жылы жазылған және папа тарапынан тыйым салынған кітап екендігін түсініп жетеді. Кітапқа берілген есім Шайтан Инжілі. Осы құпия болған дәу кітапқа неге тыйым салынған еді және неге дін адамдары бұл кітапқа Шайтан Инжілі деген ат берді? Мұның құпиясы да Англия патшасының кітапты бірнеше жыл өтіп алғаннан кейін оқумен бірге анықталды. Өйткені патша кітаптың өте үлкен құпиялармен толы екендігіне сенімді еді және іздегенін тапты. Инжілдің беттері жануардың терісінен жасалған еді және дайындалу үшін 160 дана есектің терісі алынуы керек болған. Патшаның зерттеушілері Инжілді ашқан кезде өте үлкен шайтанның суретін көрді. Ендеше Тәңірдің сөздері екендігіне сенілген Инжілдің ішінде және бірінші бетінде осындай үлкен шайтанның суреті неге салынған? Зерттеушілер беттерін қарап отырған кезде тағы да таң қалдыратын сөздерді көріп қалды. Шайтан Инжілі есімі берілген осы кітапта дәл шайтанның сөздері тура жазылған еді. Құпия кітаптың бірінші сөздері адамды шынымен қорқудан буып қояды. Сөздері тура шайтанның адамдарға айтып тұрған секілді. Даусымды шығарып тұрмын, тыңдаңдар мені, шығысқа және батысқа айтып тұрмын, оңтүстікке және солтүстікке өз белгілерімді жіберіп тұрмын. Әлсіздерге өлім, мықтыларға бітпейтін байлықты уәде етемін. Көздеріңізді ашыңдар, мейілсең басқан адамдар. Көздеріңді ашыңдар, сол кезде көресіңдер. Ей сасқан миллиондар, мені тыңдаңдар. Зерттеушілер кітаптың басқа беттерін қарап, бірнеше сиқырдың да бар екендігін тапты. Тіпті ең таңқалдыратын мәлімет барлық Инжілдерде жазылған және Мусаның 10 әмірі деп аталатын бөлімінде зина жасамаңдар деп жазылса, бұл Инжілде зина жасаңдар деп жазылған. Не болғаны білінбесе де, бұл сөздерді оқыған сарай зерттеушілері уақыт өтіп барлығы қаза тапты. Тіпті Инжілді папаның қолынан ұрлатып, өз сарайына алып келген патша екінші Рудольдің отбасысы да соңы өлімге алып келетін ауруларға шалдықты. Сол жылы қыс әрдайымғыдан да суық болып өтті. Англия халқы суықтан және аштықтан қырылып кете бастады. Содан кейін Шайтан Инжілінің өртенуі керек деп ойлаған патша Инжілдің жою әмірін береді. Бірақ әскерлер мұны жасай алмайды және кітапты дін қызметкеріне беріп жасыруын айтады. Дін қызметкері Инжілді бір храмның ішіне жасырады. Әрине көп жылдардан кейін ғалымдар оны қайтадан табуына дейін. Ғалымдар бұл Инжілге зерттеулер жасауды бастаған кезде ешкімнің бұл кітаптың жазушысы кім екендігін іздестірмегенін табады. Кітаптың еш жерінде жазушыға байланысты қандай да есім немесе қойылған қол жоқ. Бірақ мұндай нәрсенің ішінде әрине дайындаушының кім екендігі жазылу керек еді. Болжамдарға сәйкес 1200 жылдары жазылған Шайтан Инжілінің бітірілуінің өзі ең кемінде 30 жыл алады.
Храмдағы мәліметтерге сәйкес, бұл Инжилдің шайтанға сыйынатын бір монах тарапынан жазылғаны айтылуда, бірақ монахтың аты жөні белгісіз. Бір басқа аңыздарға қарасақ, кітапты шайтанның өзі жазған. Оны да бір дін қызметкерін алдап, соған жаздырған деседі. Кітап пайда болғаннан кейін дін қызметкерлері осы жазған адамды тірілей қабырғаның артына көміп жазалаған еді. Айтылған мәліметтерге байланысты кітаптың ішінде Инжил, шайтан шақыру салты, сол кездің саяси және әскери оқиғалары, яһудилерге тиесілі кейбір мәліметтер, қинау түрлері, сондай-ақ өлім, күш және бай болу сиқырларында жазылғаны айтылуда. Бірақ уәкілеттілер шайтан Инжилінің ішінде жазылған нәрселерді ешқашан айтқан жоқ. Бүгінгі күнде Нью-Йоркта қала музейінде тұрған шайтан Инжилі тек қана белгілі адамдардың көруінен тыс ешкімнің көруіне рұқсат етілмеген.